Күндердің бір күнінде Майлыбай деген жігіт болады. Және оның жақсы көретін махаббаты болады. Оның есімі Сорпагүл. Және ол өзіне жаңа көлік сатып алып, қызына барады. Және олар бір-бірімен амандасып, қыз үйіне жеткізіп салуын сұрайды. Және жігіт бірден келіседі. Және солай біраз әңгіме айтады. Және осы көлік туралы және көптеген өздерін ойлап алатын. Олар бір-бірімен қатты үйленгісі келіп жүрген. Және сол армандарын орындағысы келеді де көлікке отырады. Және олар көлікке отырып біраз әңгіме айтады. Және олар Сорпагүлдің үйіне қарай бет алады. Біраз уақыт өткеннен кейін Сорпагүлдің ауылы, яғни Починокқа келіп жетеді. Және оның үйі тұр екен. Үйіне бірден барып көліктен түседі. Және бір-бірімен қоштасады. Қоштасқанда сау бол деген сияқты әңгіме айтады. Және қызды шығарып салады. Қыз үйіне кетеді. Арада бір күн өтті. Сорпагүл басқа ауылда болатын. Және ол сол ауылдағы үйге барады. Ол ауылдың аты Кейптаун. Және Сорпагүлді айғайлап шақырады. Сорпагүл балконда тұр екен. Және қазір шығам деп кетеді. Олар бірімен тағы да амандасады. Және өздеріне бір-біріне жылы сөздерін айтады. Және Сорпагүл көлікке отырып, екеуі саябаққа бет алады. Көп сағаттан кейін олар қайтадан Сорпагүлдің үйіне барады. Және Сорпагүлді үйіне шығарып салады. Келесі күні. Және ол Сорпагүлдің үйінен басқа бір жігітті байқайды. Және ол анықтап қарағысы келіп, қарағанда ол басқа жігітпен жүреді екен. Және ол Майлыбайға жүрегіне жаман батты. Ол екеу бір-бірімен жүре ма, соны анық білгісі келіп үйге кіреді. Және алдынан бір жігіт жүгіріп өтеді. Олар Майлыбайды байқап қояды. Ал оның жігіті өте мықты спортсмен жігіт еді. Ал ол өте слабый, арық жігіт болатын. Және ол қашып бара жатқан кезде оны ұстап алады. Ал оның жігіті қатты төбелесетін. Ал бұл төбелесе алмайды. Және олар екеуі жабылып, оны ұрып жатады. Ол тіпті олардың қатты ұрғанынан жерге құлап қалады. Ол Майлыбайға ауыр тиеді. Және қасындағы жігіт оған көмектесуді шешеді. Ал ана екеуі қашып кетеді. Өте өкінішті. Сорпагүл Майлыбайды тастап кетті. Көп күндер бойы ой жаттықты. Себебі Сорпагүл тастап кеткені оның жүрегіне жаман батты. Ал Сорпагүл өте мықты, керемет жігіттер жақсы көретін. Ал ода байлық та, керемет дене де, тіпті спортсмен де емес. Сол оның жүрегіне қатты батты. Және күндер бойы дайындалды.
отжимания барлық жаттығулар жасады. Көп жылдан кейін ол өте керемет жігіт болып шықты. Майлыбайда қазір байлықта, мықты күште, денеде, престе барлығы бар. Сосын ол Сорпагүл үйіне бет тартады. Және оның бойында ашу бар. Өйткені Сорпагүл оның махаббатын жаралады, жүрегін жаралады. Ол оған қатты батып жүрді. Және ол оның жігітін өлтіреді. Және алдынан Сорпагүл шығады. Және сен не істедің деп оған көп ауыр сөз айтып тастайды. Сен менің жігітімді өлтірдің деген сияқты көп ауыр сөз айтады. Және Сорпагүл жігітіне қарай бет тартады. Өкінішті, ол Сорпагүлге бір оқ атады. Сорпагүл енді жоқ. Ол жігітті де және өзінің жақсы көретін қызын да атып тастайды. Енді ол екеуі бұл өмірде жоқ. Және Майлыбай не істерін білмегеннен кейін ол өз-өзін өлтіруді шешеді. Себебі енді оған өмірдің еш қажеті жоқ.